Адам пайда болғалы, біз өзімізге көптеген сұрақтар қоямыз. Қайда және қашан пайда болдық? Әлемдегі орнымыз қандай? Көптеген халықтарда бұл сұраққа өздеріне ғана тән, қайталанбайтын жауаптары бар. Қазіргі таңда адамның пайда болуы туралы негізгі 3 теория бар. Олар діни, эволюциялық және ғарыштық. Әрқайсына жеке тоқталсақ. Діни теорияға сәйкес, адамды жоғарғы күш иесі Құдай жаратты. Діни теория дәлелдеуді қажет етпейді. Себебі ол адамның сеніміне негізделген. Әсіресе адамның пайда болу мәселесі христиандардың Библия, мұсылмандардың Құран атты қасиетті кітаптарында көрсетілген. Қасиетті жазбаларға сәйкес, Құдай әлемді, жерді және жануарларды жаратқаннан кейін саз балшықтан адамды жасады. Алғашқы адамның есімі Адам болды. Ал ұрпақ жалғастыру үшін Құдай адамның қабырғасынан әйел адам Еваны жаратты. Ғарыштық теорияға сәйкес, жер бетінде тіршілік бұрын жер бетіне құлаған метеорит немесе кометада болған ұсақ тіршілік иелерінен басталған. Тіпті ғалымдар Америка өзінің Аполлон ғарыш кемесін космосқа ұшырған кезде жерде тіршілік ететін бактериялар космоста еш кедергісіз өмір сүре алатындығын дәлелдей алды. Космостан келген кішкентай организмдер уақыт өте келе дамып, өзгеріп, көлемін үлкейтіп, қазіргі біз білетін жер бетінде тіршілік ететін жануарларға айналды. Оның ішінде адам да бар. Келесі теория ғылыми, яғни эволюциялық теория. Бұл теорияның авторы әйгілі ағылшын ғалымы Чарльз Дарвин. Эволюциялық теорияға сәйкес, адамдар маймыл тәріздес приматтардан тарады. Яғни адамдардың арғы аталары климаттың өзгеруіне байланысты кездестірген қиындықтарды жеңу үшін оларға өзгеруге қажет болды. Мысалға, Африкада ағаштар азаю себебіне байланысты адамдардың арғы атасына жер бетіне түсіп, жеміс жидектердің орнына етпен қоректенуге тура келді. Тағы бір үлкен өзгерістердің бірі адамның тік жүре бастап, ми көлемінің артуы болды. Ақылдың арқасында адамдар кез келген жануарды жеңе алды. Тіпті Африканың алыбы пілде найзамен қаруланған адамдар тобына ештеңе жасай алмады. Достар, ал сендер қай теорияны қолдайсыз және неге? Жауапты комментке жазып қалдыр.